Бюджеттің қарымы жете бермейтін әлеуметтік жобаларға жеке бизнес өкілдерінде тарту қажет. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халықпен кездесуінде де, өзінің жолдауларында да, тіпті бизнес қауымдастықпен кездесуінде де осы мәселені үнемі баса айтатыны белгілі. Бүгінгі әңгімемізге де осы тақырып арқау болмақ. Армысыздар, эфирде эксклюзив және мен Талғат Уәли. Ал студиямыздың қонағы мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығының сарапшысы Азат Құтпанбетов мырза. Арнамызға қош келдіңіз. Рахмет, армысыздар. Азат, әңгімені мынадан бастасақ, мемлекеттік жекеменшік серіктестік бұл бизнес қауымдастықты қандай да бір әлеуметтік жауапкершіліге тартудың бір құралы ма, жоқ әлде шынымен бюджеттің ақшасы барлық жобаларға жете бермейді ме? Өздеріңізге белгілі болғандай, елімізде көптеген әлеуметтік жобаларды, инфрақұрылымдық жобаларды, тіпті кез келген жобаларды жүзеге асыру үшін жалпы бюджет қаражаттарын жұмсау және олығын толығымен қамтамасыз ету мүмкін емес. Ал бюджеттің әлеуметтік жауапкершілігі дегеніміз, менің ойымша, бұл кезінде бір қоғамға пайдасы тиген тұстары бар, немесе осы қоғамға қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған жобаларды жүзеге асырған кәсіпкерлер немесе кәсіпкерлер қауымдастығы өздерінің халықтың мұқтажын, мұң-мұқтажын ескере отырып, олардың әлеуметтік қажеттіліктерін ескере отырып, халыққа деген жұмсаған өздерінің корпоративтік имиджін көтеру үшін, болмаса белгілі бір компанияның стратегиялық мақсаттарына сай мемлекетке өздерінің әлеуметтік қолдауын көрсету, яғни белгілі бір объект дайын күйінде мемлекетке өткізу және қандай да бір қызметтер саласында дайын қызметтерді халыққа көрсету. Ал мемлекеттік жекешелік әріптестік дегеніміз, бұл да осы табиғаты жағынан ұқсас. Яғни бұл жерде мемлекеттік әріптеспен, яғни мемлекетпен және жеке әріптес, оған жеке секторды айтамыз. Екеуінің екі жақты мүмкіндіктерін, күшті жақтарын, олардың қаржылық ресурстарын және олардың барлық мүмкіншілігі жететін тұстарын біріктіріп, әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар дайындау болып табылады. Олардың екеуінің ұқсастығы, олардың еріктілігінде, яғни бұл жерде ешқандай да жеке кәсіпкерлерді болмаса мемлекетті міндеттеу жоқ. Мысалға, сіз міндетті түрде мемлекеттік жекешелік әріптестік жобасын істейсіз, немесе сіз бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі ретінде дайын жобаларды жасап бересіз. Күштеп ешкімді мұқтаждамайды, тек қана үкімет ұсыныс жасайды, бизнес қауымдастық қабыл алады, осылайша өздері бизнесті дөңгелетеді деп айтуға болады ма сонда? Иә, солай айтуға болады. Мәселен, мемлекеттік жекешелік әріптестікте, мемлекеттік жекешелік әріптестік заңына сәйкес белгілі бір процедуралар бар. Яғни жалпылама түрде айтатын болсақ, өтетін этаптар, кезеңдері болады. Мәселен, мемлекеттік жекешелік әріптестікте бастаманың екі түрі болады. Мемлекет жобаға бастама жасайтын, яғни бізге осындай жоба қажет деген, және жеке кәсіпкер өзінің осы салада мен бір өзімнің мүмкіндігімді арттырып жоба жасасам деген бастама түрлері болады. Соған сәйкес белгілі бір сараптама кезеңдерінен, жобалар жасау кезеңдеріне өтіп, соңында нақты істі бастауға дейін апаратын жобалар. Ал бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі дегеніміз, ол дайын күйінде белгілі бір объектіні немесе қызмет көрсету саласында қызметтерді халыққа ұсыну. Және өзіңіз айтып отырсыз, осы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында кез келген жобаның екі түрі болады. Яғни мемлекет бастамашыл болады, екіншісі жеке кәсіпкерлердің өздері, бизнестің өзі бастамашыл болады. Қазір қандай жобалар көп деп айта аламыз? Мемлекеттің ұсынысы көп па, жоқ әлде жеке серіктестіктер өздері жаңағы тілектерін білдіріп жата ма? Негізінен қазіргі кезде алатын болсақ, мемлекеттің бастамасымен жүзеге асырылып жатқан жобалардың саны біршама көбірек. Неліктен? Себебі заңымыздың қабылданғанына 2 жыл енді толады. Осы жылдың 31 қазанында мемлекеттік жекешелік әріптестік заңының қабылданғанына 2 жыл толады. Және кез келген істің бастауында белгілі бір күш беру керек. Белгілі бір әл-ауқатты арттыру үшін мемлекет ол жағынан үлкен ауқымды институт болып табылады. Яғни қазіргі кезде жүргізіліп жатқан саясат бойынша мемлекет өзі жобаларға бастама жасап, және оған жеке кәсіпкерлердің қызығушылығын арттыру үшін көбіне мемлекеттік қолдау шараларын көбірек беріп, соған сәйкес мемлекеттің бастамасы арқылы жасалып отқан жобалар көбірек болуда. Ал алдағы 5 жылдықта, алдағы 10 жылдықта жеке кәсіпкерлер мемлекеттік жекеменшік әріптестік механизмін толығырақ түсінгеннен кейін, жеке кәсіпкерлердің бастамасы мемлекетке қарағанда 3 есе, 4 есе көбірек болады деген болжам. Түсіндіру жұмыстары көп керек. Иә, сіз айтып отқандай түсіндіру жұмыстары,
халыққа бұқаралық ақпарат құралдары, семинар кеңестер өңірлерде жүргізілетін және қарапайым жарнамалық мәліметтер арқылы толығырақ ақпарат жеткізу арқылы қол жеткізуге болады деп ойлаймын. Осы мәселеден туындайды, жалпы сіз өзіңіз сарапшы ретінде ойыңызды білгім келеді. Жалпы мемлекеттік, жекеменшік, әріптестік деген тетіктің өзіңіз айтып отырғандай бар жоғы 2 жыл болды ғой пайдаланып, осы кең көлемде қолданыла бастағанына. Бизнес қауымдастық қаншалықты түсініп үлгерді бұның не нәрсе екендігін, қандай тетік екендігін? Бизнес қауымдастық осы кезде мемлекеттік жекешелік әріптестіктің олардың ұзақ мерзімді және тұрақты түрде ешқандай қауіп қатерсіз істерді алға жүргізуге және қандай да бір өздерінің идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндік екенін тереңінен түсінді. Бірақ толығырақ түсіну үшін олар әлі де өңірлерде жұмыстарды қарқынды түрде жүргізу керек деп ойлаймын. Мәселен, алып қарайтын болсақ, 100% ретінде өлшем алатын болсақ, кәсіпкерлер осы кезде 80-90%-дай барынша түсініп, барынша өздерінің қызығушылықтарымен жұмыс істеп жатыр деп айта аламын. Мәселен, оған өңірлерде, мысалы, Қарағанды облысында, Оңтүстік Қазақстан облысында, Шығыс Қазақстан облысында жобалар санының белгіленген межеден асып түсуін айта аламын, мысал ретінде. Осы сөзімді дәлелдейсіз ғой, дұрыс айтасыз. Ал мысалы мемлекет бастамашыл болып, бір аурухана деп айтайық, аурухана бір өңірге керек болды, осыны жекеменшік әріптестік арқылы салуды қолға алды делік. Бұған отандық кәсіпкерлер қатыса алады және инвестор, шетелдік инвесторлар да қатыса алады. Басымдық кімге беріледі? Әлде тең жағдай жасала ма? Ол жағынан ешқандай шектеу жоқ. Егер бір нысанға жаңағы талас туындаса салуға? Оған шектеу жоқ, отандық болу керек, немесе шетелдік болу керек деген. Оған заңға сәйкес талаптар бар, біліктілік талаптары деген. Яғни біліктілік талаптарына сай келу керек және мейлінше, мысалға, айта кететін болсақ, бюджет қаражаттарын аз талап ететін болса, көбіне басымдық соған беріледі. Бұл жағынан, мысалға, резидент немесе бейрезидент деген сияқты, шетелдік отандық деген сияқты ешқандай айырмашылық жоқ. Мәселен, елімізде, мысалға, Ақтау қаласында аэропортты, мысалы, Түркия елінің азаматтары, кәсіпкерлері салып жүзеге асырылып жатыр. Одан кейін Ақтөбе облысында біздің жобаларға, мысалға, денсаулық сақтау объектілерін, одан кейін спорт саласында, мысалға, мұз айдынын салу бойынша Чехия елінің азаматтары жұмыс істеп жатыр. Және қазіргі кезде мемлекеттік жекешелік әріптестік орталығы тек қана елімізде ғана емес, сонымен қатар шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары арқылы түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Инвестор тарту үшін. Еліміздегі инвестициялық жобалар бойынша, мүмкіндіктер бойынша және оған шетелдік инвесторларға берілетін қолдау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Осы ақпараттық мәліметтердің нәтижесінде қазіргі кезде шетелден инвесторлардың ағымы көбірек байқалуда қазір. Яғни бұл жағынан ешқандай шектеу жоқ. Түсінікті. Ал жаңа айта кеткеніміздей, мысалы, бір белгілі бір шетелдік компания осы жақтағы бір жобаны ұтып алды делік. Талаптарын айта кетсеңіз, мемлекеттен қоятын оған. Мысалы, менің білуімше, шетелдік инвестордың сол салада жұмыс істеуі, жұмыс тәжірибесі, содан кейін жаңағы стратегиялық жоспарлары, оның қандай мақсатта бұл нысанға ақша салып отырғандығын үкімет баса назарға алып тексереді, солай ма? Иә. Өзіңізге белгілі болғандай, кез келген жобада мемлекетке қауіп төндірмейтіндей, халыққа қауіп төндірмейтіндей. Иә. Өзіңізге, мысалға, белгілі болғандай, кез келген жобада, мысалға, кәсіпкер өз жұмысын бастайтын кезде, оның осы саладағы жүргізген жұмыстарына, болмаса осы салада немесе осыған ұқсас салаларда салған, қайта құрылыс жұмыстарын жүргізген, немесе қандай да бір себептермен қатысы болған жобалардың тарихын тексереді, яғни. Бұрын осындай жоба жүзеге асырған ба, асырмаған ба? Жаңа сіз айтып отқан пікіріңіз дұрыс. Және екінші жағынан, заңға сәйкес ол шетелдік инвесторларға мынадай талаптар қоямыз деген белгілі бір талаптар жоқ. Ол талаптар барлығына ортақ. Мысалға, жаңа сіз айтып отқан жобаларды жүзеге асыру тәжірибесі, одан кейін стратегиялық мақсаттары, қандай мақсатпен келіп отыр елімізге. Одан кейін, мысалға, кез келген, мысалға, қаржылық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, қарыз қаражаттары жоқ па, мысалға. Бұрын басқа шетелдерде болмаса елімізде жүзеге асырған жобалар бойынша толықтай жүзеге асырмалған және белгілі бір нәтижеге жетпеген жобалар бар ма?
және кепілдікте тұрған мүліктері бар ма, сол сияқты тағы да басқа талаптар, олар бірақ барлығына ортақ. Жақсы. Бір кездері президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бір айтқан сөзі есіме түсіп отыр. Бизнес қауымдастыққа билеген еді. Соны 90-шы жылдары ел аяғына енді тұрып келе жатқан кезде мемлекет бизнесмендерге көмектесті аяғынан тұрып кетуге. Енді заманның талабына сай, енді бұл береген қолым алаған деген әңгіме емес, бірақ бизнесте халыққа көмектесу керек деп міндет қойған еді. Жалпы бизнес қауымдастық бұны қалай қабылдады? Соның бір тетігі жаңағы өзіңіз айтып отырған мемлекеттік жекеменшік әріптестік. Менің ойымша, мемлекет бұл жағынан өте тиімді ұсыныс жасап отыр. Себебі бұл жердегі принцип былай емес. Мысалға, біз сіздерге кезінде көмектестік, енді сіздер олардың қарымтасын бізге қайтарыңыздар деген. Бұл жағынан тиімді ұсыныс деп отырған себебім мемлекеттік жекеменшік әріптестік. Мемлекет қолдауын береді. Мысалға, белгілі бір объектіні, белгілі бір аурухананы дейге салатын болса, оған салған үшін инвестициялық шығындарды қайтарымын береді. Одан кейін сол аурухананы жүзеге асырып, салып, пайдалану барысында операциялық шығындар болады. Мысалға, оған коммуналдық шығыстар төлеу керек болады, штатқа сәйкес жалақы төлеу керек болады. Сол жалақылардың барлығын операциялық шығындар түрінде қайтарып бере алады. Және жоба барысында туындайтын барлық тәуекелдерді теңге екіге бөледі. Бұл жағынан өте тиімді ұсыныс деп айта аламын, себебі бұл жерде тек қана жекеше әріптес бір жобаның басынан аяғына дейін жүзеге асыруға жауапты болып қалмайды. Және біз айтамыз ғой, үш жақты: бизнес, халық және мемлекет деген. Бизнессіз халық күн көре алмайды, халық бизнессіз күн көре алмайды деген сияқты. Екі арада бизнес өзінің халыққа қызмет көрсету арқылы өзінің мүмкіндіктерін, алға қойған, мысалға 10 жылдық, 5 жылдық мақсаттарын мемлекет арқылы тиімді жүзеге асыруына мүмкіндік алады. Және менің білуімше былай, инвестор келді Қазақстанға, белгілі бір жобаны қолға алды. Енді ол жобаны жүзеге асыру үшін белгілі бір уақыт керек, белгілі бір процедуралар керек. Тек сол барлық жұмыстар атқарылып барғаннан кейін ғана табыс таба бастайды. Ал сол кішкене уақыт мерзімін қысқарту жағын қолға алып жатыр екенсіздер. Процедураларды қысқарту жағын қолға алып жатыр екенсіздер. Сол туралы айта кетіңізші, қалай болып еді, қазір қалай болып жатыр? Заң алғаш қабылданған сәтте бұл процедуралардың мерзімі қазіргі уақытпен салыстырған кезде, мысалға жобаны басынан аяғына жеткізу уақыты ұзағырақ болған. Бұл уақытты қысқартуға не әсер етті? Біріншіден, бизнестің идеясы. Бизнес қауымдастықтың, олардың пікірі, мысалға кез келген жобаны жүзеге асыру үшін бізге қысқартылған уақыттың ішінде, яғни тез арада біз жұмыс істей аламыз, бізге тек заңнама жүзінен мүмкіндік беріңіздер деген ұсыныстар болды. Және оған әсер еткен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының да идеялар, пікірлері болды. Барлық жағынан елеп екшей келе, қазіргі кезде осы жобаларда жүргізу этаптарын, мысалға 5 этап болатын болса, соны 3 этапқа, және орташа алғанда бір жобаны бастан аяқ жеткізуге 7 ай кететін болса, сол 7 ай мерзімді 3 айға дейін қысқарту жұмыстарын жүргізудеміз осы тұрғанда. Және бұның барлығы тек қана бизнестің ғана пікірін ескеріп емес, сонымен қатар мемлекеттің де мұқтажын, халықтың да мұқтажын ескеру арқылы жүзеге асырылып отыр. Уақыт үнемделеді дейсіз ғой біріншіден. Жақсы. Жалпы сөзіміз жалаң болмасын, осы мемлекеттік жекеменшік әріптестік деп жатырмыз. Қазір еліміз бойынша былай бетке ұстар жобаларды тізіп айта кетіңізші. Қандай жобалар бар? Кімдер қолға алған бұны? Жалпы Қазақстандағы мемлекеттік жекешелік әріптестіктің тарихына көз салатын болсақ, осы кезге дейін 3 жоба деп келдік. Мысалға, мемлекеттік жекешелік әріптестік заңы қабылданбай тұрып 3 жоба жүзеге асырылды. Соның бірі ретінде, әрі бірегей ретінде, мысалға, солтүстік Қазақстан, Ақтөбе облыстарының аралығындағы электр беру желісін, яғни жарық беру желісін салу бойынша жүзеге асырылған сәтті жоба бар. Бұл жобаны Батыс Транзит акционерлік қоғам компаниясы жүзеге асырып келе жатыр. Осы күнге дейін концессиялық жоба 20 жылдан астам мерзімге жасалған. Және толықтай дерлік солтүстік Қазақстан мен Батыс Қазақстан аймағын, яғни Ақтөбе облысының аймағын энергетикалық мұқтаждықтан айырып отыр осы тұрғанда. Және
сол кездегі орын алған мысалға тарифтің көтерілуі деген сияқты мәселелердің барлығы дерлік жойылып, түгелдей шешімін тауып, жарықпен қамтамасыз етіліп отыр. Және осы компания тек қана жарық жүргізумен ғана шектеліп қалмай, еліміздің бірқатар облыстарында көшелік жарықтандыру желілерін, яғни көшелерге өрісін кеңейте түсті деп айтамыз ғой. Көшелерге электр шамдарын қою арқылы өрістерін кеңейтіп, өздерінің жұмыс істеу ауқымдарын күннен күнге ұлғайтуда. Одан кейін мемлекеттік жекешелік әріптестік заңы қабылданғаннан кейін жобалардың саны қарқынды түрде артты. Қазіргі кезде алып қарайтын болсақ, елімізде осы күнге дейін 116 мемлекеттік жекешелік әріптестік шартына қол қойылған. Осы жобалардың көбісі дерлік, мысалға білім және денсаулық сақтау салаларында жүзеге асырылып келе жатыр. Осы салада да мысалға өзінің бұрыннан келе жатқан тәжірибелерін мемлекеттік жекешелік әріптестік турасында да сынап көріп жатқан азаматтар және үлкен кәсіпорындар бар. Олардың барлығы да жаңағы айтқан сияқты тек қана білім саласымен шектеліп қалып жатқан жоқ, оларға мемлекет тарапынан ұсыныс түсуде. Сіздің жобаларыңыз сәтті, сіздің жобаларыңыз осы кезге дейін табысты түрде нәтижелі жүзеге асырылып келе жатыр. Енді сіз бағыңызды спорт саласында немесе энергетика саласында сынап көріңіз деген ұсыныс айтылады. Бұл жағынан өте тамаша, өте жоғары жетістіктерге қол жеткізіліп жатыр. Жақсы. Азат, жалпы бизнес қауымдастығы үшін де түсінікті болсын, осы айта кетсеңіз, мысалға осы соңғы жылдары жеке меншік түзеу мекемелер, яғни қарабайыр тілмен айтқанда түрмелерге салуды осы жеке меншік әріптестік арқылы қолға алу жоспарланған болатын. Енді әрине бұл стратегиялық нысан болғандықтан, әрине оның жаңағы ішкі істер министрлігінің қарамағындағы объект болғандықтан бұған сұраныста өте қауіпті қылмыскерлер отырады, оның ішінде бұған жаңағы талап та күшті болатын түсінікті. Осы орайда айта кетіңізші, мысалы бір ғана сол жеке меншік әріптестік арқылы салынған түзеу мекемесін салу және оны басқару, қадағалау процесі кімнің құзыретінде болады, кім неге жауапты болады, түсіндіріп айта кетіңізші. Жақсы. Бұл сіз айтып отқан жоба 100 нақты қадам реформасы аясында жүзеге асырылып жатқан жобалардың бірі. Қазіргі кезде ең бірінші жүргізілген жұмыс ол халықаралық тәжірибе зерттеу. Мысалға Франция елінің, Еуропаның бірқатар дамыған елдерінің осы мемлекеттік жекешелік әріптестік саласында түзету мекемелерін олар қалай салды және қалай қазір басқаруда және қалай әрі қарай өздерінің жоспарларына сәйкес жұмыс істеп жатыр ма деген сияқты халықаралық тәжірибе зерттелді. Және Қазақстанға оны қалай қолдануға болады? 25 түзеу мекемесі жоспарланған осы мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында, және бір пилоттық жоба қазіргі кезде барлық құжаттамалар жасалып жоспарлануда. Бұл жерде тек қана түзеу мекемелерінде емес, барлық жобаларда бақылаушы тарапынан мемлекет қатысады. Егер ол республикалық проект болса, республикалық жоба болатын болса, оған министрліктер жауап береді, ал егер жергілікті жоба болатын болса, онда әкімдік жауап береді. Демек, жаңағы айтып отыр, ақшасын қаражатын салып отырған инвестор толықтай жаңағы сол түзеу мекемесін басқарады, жаңағы деген жансақ пікір. Бұл жерде тек қана бизнесін өркендету тұрғысында түзеу мекемесін салады және оған қызмет көрсету жүзеге асырады. Мысалға, түзеу мекемесінде отырған бас бостандығынан айырылған азаматтарға тамақ жағынан, яғни тамақпен қамтамасыз ету, оларды киіммен қамтамасыз ету, жатын орнымен қамтамасыз ету және түзеу мекемесіне алынатын жабдықтар, құрылғылар, құралдар, осылардың барлығын әкелуге, салуға, қамтамасыз етуге инвестор жауап береді. Ал бақылаушы тарап ол әрқашан мемлекет, яғни ішкі істер министрлігі ол. Сұхбатыңызға рахмет. Аз ғана уақыттың ішінде біраз мәселенің басын қайырдық деп ойлаймын. Сіздер эксклюзив бағдарламасын тамашаладыңыздар. Аман, сау болыңыздар.